келесі ол кейсоқ сандар генераторы. Кейсоқ сандар генераторы рандом деп аталады. Яғни рандом ол нөлден басталып, максимум мәні константа, яғни 32 мыңға жетеді. Ол short int-тің сандық мәніне сәйкес келеді. Сонымен бірінші рандом санын жазайық. Мысал үшін осылай белгілейміз. Және де rand %80 энділмен аяқтаймыз, нүктелі өтір қоямыз. Енді қазір түсіндірем барлығын. Бұл жай ғана жазу, бірінші рандом, екінші рандом деп астына жазып кетсеңдік болады. Мына жақтағы rand 80 деп отырғанымыз ол сандарды кездейсоқ генерациялайды 0-ден бастап 79-ға дейін. Сол аралықтағы кез келген сан шығады. Біз қазір оны компиляцияға жібергеннен кейін. Ал егерде бұның алдына бірді қосып жазатын болса, онда ол 1-ден бастап 80-ге дейін. Яғни мына жақтағы бұл қалдық болып табылады. Солай аталатыны алдыңғы есептеуді шығарып жүргенде оны туралы білеміз. Яғни осы диапазонда кездейсоқ сандар генерацияға ұшырайды. Осыны қазір тексеріп көрейік. Тексеріс нәтижесінде бірінші рандомның саны 42, яғни ол ішінен өзі генерациялап санды тауып берді. Нашта егер арасын ашық қылып көргіміз келсе, алдында айтып өткеніміздей, осылай жазуымыз жеткілікті. Енді дәл осылай астына қатармен, мысал үшін екінші рандом, ол қаншаға тең болады екен? Бізге шығарып береді, оны өзі компиляция жүзеге асырады. Кешірім сұраймын мына жерде. Біреу кетіп қалыпты қазір. Енді дәл осыны жазайық. Осы аралықта диапазондағы рандоммен жұмыс жасасын. Қазір көретін боламыз. Біріншіде қандай сан шығады, екіншісінде қандай сан шығады. Дәл солай мына жерге мысал үшін 5-ші рандом, 4-ші рандом сияқты жазуға болады. Дәл осыны қазір көшіріп, астына тек қана сандық мәнін өзгертіп жазып көрейік. Сонда қазір бізге компиляцияға жіберілген есептің әрқайсының әртүрлі сан шығатынын көретін боламыз. Әрине бұл өте оңай тақырып, бірақ басында осыны қалай рандоммен жұмыс жасайтынын білуіміз қажет. Себебі күрделі есептер болсын, басқа бір есептер болсын, есеп шығару барысында рандоммен жұмыс жасаған кезде кішкентай нәрсенің өзі бізге қажет болады. Көріп отырғанымыздай бірінші рандом 42-ге, екінші рандом 68-ге, үшінші рандом 15-ге, төртінші рандом 21-ге тең. Яғни ол өзі бізге ішінен таңдап алып берді. Бұл генератор кейсоқ сандар генераторы көбінесе қазіргі таңда, егерде бір нәрсені 30-қа қойып, және бір адамдарды таңдау керек болса, сол сандық мәлімет бойынша осы рандоммен жұмыс жасау өте ыңғайлы. Рандом не екен түсіндік. Енді біз тағы да бір оңай тақырып, яғни стринг. Стринг дегеніміз ол қатар. Бұл мен жұмыс жасау үшін көріп отырғанымызда осы кітапхананы қосып кетуіміз қажет. Яғни қазір мұнда не деп жазсақ болады? Cout бірінші осы қатар, яғни қатарды name деп белгілеп кетейік. Және осыны кешіріңіз, Cout'та бізге өзіміз жазатын боламыз, қандай атты берсек те. Және getLine'ды жазамыз. GetLine, яғни осы жердегі қатардағы символдарды санайды. Қазір біз өзіміз беріп өтетін атымызға байланысты санап, ең соңында атымызды шығарып беретін болады
Казон компиляторға салып тексеретін боламыз. Ешқандай қате жоқ, компиляторға жіберейік және нәтижесін бірге көрейік. Мысалы үшін мен Жанна деп жазайын және your name is Жанна астына шығып тұр getline. Осы жердегі менде Жанна дегенде аттында қанша символ бар екен санады, яғни 6 символ, және одан кейін сяудымызды шығарып берді. Неге олай болып тұр? Себебі арасына осылай жазып кетуіміз қажет. Оны алдыңдан бері айтып жүрміз, яғни есімізде болсын. Көріп отырғанымыздай. Міне, енді дұрыс, әрі нақты болып жазылып тұр. Енді сонымен қатар, қазір біз осы кішкене неге мән беріп өтейік. Осы C++ тіліндегі мәліметтер типтеріне және біз жаңа генератор случайных, яғни кейсық сандар генераторын айтып өттік қой. Сол үшін кішкене мәліметтер типтеріне көңіл бөліп өтейік. Ол негізгі тип және құрама тип болып екіге бөлінеді. Яғни біз бағанан бері осы intпен жұмыс жасап жатырмыз. Яғни бүтін сандармен. Char, int, float, double болып C тіліндегі мәліметтердің бірнеше негізгі типтері қолданылады. Көріп отырғанымыздай, әрқайсының өзінің жанында анықтамасы беріліп кеткен. Және де стандартты сандық типтердің мәндерін бейнелеу диапазонын анықтауда 4 тип спецификаторы қолданылады. Ол short, long, signed, unsigned. Бұларды есеп шығару барысында қажет болады. 6.1 кестесінде бұл C++ тілдерінің ішкі құрамындағы мәліметтер типтері мен олардың ені ұзындығына сандық мәні берілген. Яғни жаңа біз short int'ті айтып өткен болатынбыз. Міне -32 1768-ден 32767-ге дейін аралығында оның диапазоны, яғни біз осы диапазон аралығында жұмыс жасаймыз. Жаңағы біз айтып өткен рандомның осы 0-ден бастап константаға тең, яғни 32.000-ға дейін аралықта жұмыс жасайды, яғни short intпен аралығы тең дедік. Дәл солай қалғандарында бізде осы жерде сандар диапазоны берілген. Жерде егер алдында long болса, ол ұзындығын білдіреді. Және де unsigned деген міне таңбасы жоқ. Жаңағы алдында беріп өткен мәліметтердің барлығы осылай жазылады.